Сәлем менің каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді салаттың түрімен бөлісемін. Бүгін осындай қонақ күттім да сіздерге арнайы видеосын түсіріп каналыма салып жатырмын. Ол салатымыз біздің тещин язык деп аталады. Атына қарамастан өте дәмді және керемет салаттың бірі. Ол үшін осылай баклажанымызды алып дөңгелетіп немесе ұзыннан жұқалап турасақ болады. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар, не үшін бұл салаттың аты тещин язык? Достар, баклажанымыз турап болған соң мұздай суға 5 минутқа тұз салып қоятын боламыз. Одан соң алып осындай салфеткаға кептіріп, жақсылап, одан соң қызып тұрған майға қуырып аламыз да. Біздің баклажанымыз дайын болып тұрады. Енді соусын жасаймыз. Чеснокты аламыз. Мен мына жерде 2 баклажанға 2 кішкентай зубчик чеснок қостым да, теркадан өткізіп, үстіне майонезді қосып, осылай ортасына помидорды салып, арасына, кейбірінің арасына ғана осындай укроп қосып жібердім. Өткен барлық укроп жей бермейді. Осындай күшті салат шықты. Мына жерде үлкен помидор екен үйде. Сол үшін осылай помидорды ортасынан бөліп салдым. Өте дәмді болып шыққан. Керемет салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең оңай салаттың түрі және барлығы да сүйсініп жейді. Осылай салатымды дайындадым, тамағымды жасадым, қонағымды аман есен күтіп алып шығарып салдым. Достар, мен каналым ұнаса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар және достарыңызға таратсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Айтпақшыдай, достар, тағы да баклажаннан жасалатын өте керемет салаттың рецепті бар менің каналымда. Міне осындай видеосы қазір мен ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер.